Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер тағы да жаңа жылға бір салаттың түрін дайындаймыз. Өте әдемі және дәмді салат, ал ингредиенттері қолжетімді. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші тауық етін пісіріп, терісін алып, сүйегінен босатып, уақтап кесіп аламыз. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Тауық етін бөлек ыдысқа салып, үстіне жарты пиязды уақтап кесіп саламыз. Майонезбен араластырып аламыз. Мен ішіне тұз салған жоқпын, өйткені тауық етін пісіргенде тұздадым. Салатымызды жинарда әдемі тарелкамыздың үстіне картофелімізді саламыз. Бірінші слой тауық еті кетті. Ірімшігімізді үккіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Екінші слой қылып саламыз. Үстіне майонездан сетка жасаймыз. Салатымыз жеңіл үлпілдек болуы қажет, сондықтан қатты баспаймыз. Төрт тұқымды пісіріп, ағы менен сарысын бөліп аламыз. Үккіштен өткізіп, бөлек ыдыстарға салып аламыз. Өйткені екі түрлі слой болады. Келесі слой чернослив, уақтап кесіп аламыз. Ол салатымызға ерекше дәм береді. Үстіне тұқымның сарысын саламыз. Майонезіне сетка жағамыз. Келесі слой грек жаңғақтары, уақтап кесіп аламыз. Грек жаңғақтары салатқа ерекше дәм береді. Майонез жағып, ең соңғы слой тұқымның ағын саламыз. Мінекей салатымыз дайын болып қалды. Үстіне әдемілік үшін грек жаңғағын салуға болады. Және укроппенен безендірдім. Сіздер де осы рецептпен салатты дайындап көріңіз. Сізге де ұнайтынына сенемін. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Ас болсын.